Әркімнің туған жері Мысыр шаһары. Туған жерді құрметтеу, оның тарихын, байлығын кейінгі ұрпаққа жеткізу әрбір азаматтың парызы. Мен, Сражаддин Серік, Байгайын өңірінің тумасы, туған жерім Жарқамысқа саяхаттауды бастаймын. Картада көрсетілгендей, Жарқамыс ауылы Байгайын ауданының оңтүстік шығысында, аудан орталығынан 116 км, ал Ақтөбеден 350 км қашықтықта орналасқан. Ауыл шекарасы Кенжалы өзеніндегі көпірден басталады. Алыс кетсем мен сені аңсап жүрем, сағыныштың сазымен аңсап жүрем туған жер. Ауылымның түтіні қымбат маған белдер ай күн қақтаған туған жер. Туған жер өзің дегендей жүремін әр кез елеңдеп. Жарқамыс тарихи мекен десек те болады. Ауылға жақындағанда Қазақ-жоңғар соғысы кезінде Аңырақай шайқасында қазақтың 300-нің қолын басқарған Бөгенбай батырға қойылған ескерткіш белгі бар. Бөгенбай батыр ескерткіш белгісінің төменгі жағында ақиық ақын Бәкір Тәжібаев әнге қосқан әйгілі Ақбұлақ жатыр. Сен келіп жағаңнан, анам талай суалған, сен келіп жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Ақбұлақ, асыр салған жағаңда, сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам бау. Арудайын еркелеп, бұң бұралған Ақбұлақ, айдын көктен ғашық боп, күн тұрлаған Ақбұлақ. Сен болмасаң бір күні Ақбұлақтың қазіргі кезде көзі бітеліп, суы азайған. Дегенмен ауыл тұрғындары жыл сайын бұлақтың көзін ашып, тазалау жұмыстарын жүргізеді. Ауылдың екінші жағында қысы-жазы сылдырап ағып жататын шипалы Кәдірғұлдың бұлағы бар. Бұлақтың айналасы көгорай шөп, қарасаң көз тоймайтын әсем көрініс. Неше түрлі аң құс мекендеген қалың тоғай. Аңызақта аңқан кеуіп келгенде мейіріңді қандыратын, жаныңды рахатқа бөлейтін Кәдірғұл бұлағына не жетсін шіркін. Әр жылы мектеп бітірген түлектер туған елге тағзым ретінде туған ауылымызға сый жасайды. Соның бірі Кәдірғұл бұлағы басына салынған демалыс орны. Жасыл желек, көк майса шөп, таза ауа, сылдырап аққан өзен, ну тоғай, Жарқамыстың табиғи байлығы. Бала кезімізде асыр салып, жидегін теріп өскен Барғана тоғайы осы. Жарқамыста Ақбұлақ, Кәдірғұл бұлағынан басқа да бірнеше жер астынан бұрқырап жатқан бұлақ көздері бар. Соның бірі ауыл ішіндегі жардан төмен қарай ағып жатқан бұлақ. Жылыласын күн сәулесін төккенде, болдыңыз ба жем бойында көктемде, жетеулі жібек жүрсін жаныңда. Жарқамыс табиғатының тамаша көрінісін жоғарыдан толық байқауға болады. Қалың тоғай ортасында бұрала аққан Жем өзені жүздеген шақырымға созылып жатыр. Өзен жағасына бару үшін ақ құмды кешіп, тоғайдың ортасымен көлеңкелеп жетесің. Бар, солай менен бақыт ойын тойлаңдар, жем бойында армандауға тоймаңдар, жем бойының махаббатын жоймаңдар, жем бойында адалдықтың. Мұғалжар тауларынан бастау алатын Жем өзені 700 шақырымдай қашықтыққа созылады. Қар мол түскен жылдары Каспий теңізіне жетеді. Қазіргі таңда сағасына жете алмай, құмға сіңіп кетіп жатыр. Тарбағатайда тұрғам жоқ, таулары тума орманмен, Жетісуда да туғам жоқ, жәннаты жердің болғанмен. Көгілдір Жемнің бойында Жарқамыс деген ауыл бар. Мен өстім соның қойнында, мен сонда тудым, бауырлар, деп Өтежан Нұрғалиевтің мақтанышпен жырлайтын жемі осы. Жарқамыс ауылы
Кеңес одағы кезінде Қазақстанның кіші жазушылар одағы атауына ие болған. Әйгілі ақын Сағи Жиенбаев Жарғамысты ұлылық ұя салған жер деп бағалаған екен. Оған дәлел Алақандай ауылдан Тобық Жармағанбетов, Сағи Жиенбаев, Өтежан Нұрғалиев, Бәкір Тәжібаев, Есенбай Дүйсенбай, Мәди Айымбетов, Қажығали Мұхамбетқалиұлы, Сақтаған Бәйішев, Назарбай Білеев, Кенжеғали Кенжебаев сынды ақын жазушылар, ғалымдар дүниеге келген. Жарғамыс табиғаты бір жағы көкорай майса, сылдырап аққан бұлақ, қалың тоғай, бұрала аққан күміс жем болса, екінші жағы сап-сары шағыл құм болып келетін қарама қайшылықтан тұрады. Ауылда бір орта мектеп, балабақша, мәдениет үйі, кітапхана және жергілікті әкімдік жұмыс жасайды. Алтын ұя мектебім. Біз 1970 жылы туылған азаматтар мен азаматшалар Жарғамыс орта мектебінің 40-шы түлектері боламыз. Сол мектептің табалдырығын 1977 жылы аттап, 1987 жылы білім алып шықтық. Айғара ашылған есігі, аңыз боп танылған есімі, ол менің киелі ақ ордам, біліммен тербелген бесігі. Өнеге бүгінге өткені, өмірдің тарихтың өткелі, жасай бер жалғасып жылдармен, ақындар дарындар мектебі. Балалық шағымның көктемі, сан шәкірт өзіңнен көктеді, біз үшін мәңгілік мақтаныш. Жасай бер, жасай бер, жасай бер Жарғамыс мектебі, жасай бер, жасай бер. Ауылдың Жем өзеніне қарама-қарсы жағы шағыл құмдар. Соңғы жылдары құм көшіп, ауыл шетіндегі үйлерді басып қалып жатыр. Құмның жылжуын тоқтату үшін тал егу сияқты шаралар жасалып жатқанымен, әзірге еш нәтиже жоқтығы көрінеді. Жоғарыдан қарағанда құмның ауылға иек артып тұрғанын байқаймыз. Жедел түрде шара қолданылмаса, үлкен мәселеге айналуы әбден мүмкін. Жарғамыс деген бір жер бар, жанынан аққан күміс, сол жерде менде асырсам. Жем өзенінің арғы бетінде мен мұндалап шақыратын борлы таулар көрінеді. Сапарымыз сол борлы тауларға қарай бағытталады. Жарғамыстан 20 шақырымдай жерде орналасқан борлы тауларды жергілікті халық Алатау деп те атайды. Онда ескі қаланың үйіндісін еске салатын жерлер кездеседі. Алыстан қарағанда қалаға ұқсайтындықтан борлы тауларды қала деп те атайды. Балалы менде сүйемін сендей, бауырмал қосым. Назыңнан әсем, сазыңнан әсем, жаңылма қосым. Тіршілікте айнымасқа тағдыр қосқан, құс едің ғой, кең далама бауыр басқан. Аяздарда тоңбайсың ба бозторғайым. Құрметті достар, мінекей Ақбота Сәңкібай тауына келдік. Қазір осы жерде қысқаша экскурсия жүргіземіз. Ең тамаша әдемі жерлердің бірі. Аңызға сүйенсек, осы жерде қалмақтармен қақтығыста қаза болған Ақботаның сүйегі жерленген екен. Әкесі Сәңкібай осы шоқының үстіне қойыптымыз.
Ақбота Сәңкібай шоқысы Мысырдың сфинкстеріне ұқсайтын көрінісімен ерекшеленеді. Бұл ұлы даланың табиғи ескерткіштерінің бірі. Қазақтың кең даласына әдейілеп қолмен әкеліп қойғандай әсер қалдырады. Оңбайсың ба боздырғайым, жыл ұяңа, қонбайсың